Қайырлы кеш, құрметті қыз-келіншектер. Дастархан басына дұрыс отыру, ыдыстарды дұрыс қоя білу, дастарханды әдемі сервировать ету, яғни дастархан этикетін үйренбейміз. Яғни біздің өзіміздің аналарымыз да оны білмеуі мүмкін. Бірақ қазір заман басқа. Біз кішкентайынан қыздарымызға дастархан басында қалай отыру керек екен, қай шанышқымен нені ұстау керек екен. Мысалы, мына екеуімен тамақ жеуге бола ма бір қарағанда? Сіз қалай ойлайсыз? Мүмкін болады деуіңізге де болар, бірақ бұл қате нәрсе. Осы сияқты мәселелердің барлығын білетін Сая Абдуғали ғана сіздерге айтып бере алады. Аналар көрсе екен деймін, кішкентай қыздары бар аналар, студент қыздары бар аналар, оқушы қыздары бар аналар көрсе екен. Болмаса енелер көрсе екен біздің тақырыпты. Себебі қазіргі уақытта өздеріңіз жақсы білесіздер, ене мен келін қонақ күткенде ене қамыр жаяды, етін салады, жіліктейді, қай жілікті қай табаққа салу керек екенін айтып отырады. Ал келін не істейді? Келін болса столдың үстін міне мен отырғандай сәндей бастайды. Біз сәндегенде қалай сәндейтінімізді шынын айту керек, бәрін бірдей білеміз деп айта алмаймыз. Сол себепті бүгін біз үйретеміз. Негізгі дегендерін үйретеміз. Сая бұл қаншама, мен қазір төмен жақта Сая туралы ақпаратты қойдым. Сая Абдуғали Қазақстандағы ең алғаш және де қазақ тілінде этикетті үйрететін жалғыз мектептің негізін қалаушы. Саяның өзінің түрлі мастер-кластары бар. Саяның өзінің түрлі курстары бар. Сая Абдуғали жаңа ғана мектебінің негізін қалаушы. Одан кейін білесіздер ме? Үстел басына Саяның айтуы бойынша телефонды қоюға болмайды. Сәлеметсіз бе, Ләйлә ханым? Жағдайың қалай? Мен арнайы тікелей эфир болатын болғаннан кейін байқаған шығарсың. Үстелімнің үстін, камераны сәл арық қойсаңыз болады. Үстелімнің үстіне өте керемет. Өте керемет. Лимажский фарфор, міне өзің көріп. Машалла. Мынау менің сцептер, басқасын ауыстырамын жақын күндері. Енді Сая бірден өзің туралы мен қысқаша ақпарат бердім. Алғысымды білдірсем деп отырмын біздің практикум сабаққа қатысып отырғанға. Уақытың өте тығыз білемін. Қазір бірден сөзден іске көшеміз. Қыздар, жақындаңыздар. Саяның барлық практикалық сабақтарын қазір жазып алыңыздар. Қалам алыңыздар, қағаз алыңыздар. Осы тікелей эфирді бір тәулікмен сақтап қоямын. Үйреніп алыңыздар. Біз қазір осы жарты сағаттың ішінде Сая өзі миллиондаған ақша құртып оқыған білімімен бөліседі. Ол ашығы, Парижда да оқыды, Мәскеуде де оқыды. Және де ол жарты сағаттың ішінде Сая ары кетсе, білмеймін, мүмкін 3-4 қана лайфхакмен бөлісетін жар. Бірақ Саядан сіздерге сыйлық бар. Сая, өзің бөліссең. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Ләйлә ханым, сізге де менің алғысым ерекше шексіз. Осындай маған мүмкіндік бергеніңізге, сіздің қыздарыңызға этикет туралы мен қыздарыма айтшы деп, қыздарыңыз үшін, осы жаныңызды беріп жатқаныңыз үшін, қазақтың халқы үшін бүгінгі мына қасиетті күнмен баршаңызды құттықтап, бүгінгі күнге осы дәлме-дәл келіп отырған үшін менің сіздерге алғысым шексіз. Сондықтан қашанда ілім үстінде, білім үстінде жүрген кезде, үйден шыққан адамды, ілімнің және білімнің жолында жүрген адамды Аллах тағала өзі қорғайды екен. Сондықтан қашанда білімнің жолында, ілімнің жолында жүргеніңіз үшін мен ерекше сізге алғысым. Сізге және сіздің оқырмандарыңызға. Оқырмандарыңыз дәл өзіңіз секілді. Кешкі уақыттарыңызды бөліп, келіп, тыңдап отырғандарыңызға менің сіздерге де, құрметті оқырмандар, алғысым ерекше. Енді этикетке жалпы көшетін болсақ, барынша сіздерге қысқа және барынша ақпаратты көбірек беруге тырысамын. Жалпы менің тарапынан бір кішкене ғана өтініш, мен кішкене камераны сәл артқа тартып, мыналарды көрсетуді өтінемін. Аррек қойсаңдар болады, қыздар. Сая қазір бірден көрсете отырып жасасақ, себебі мен үйде өзім білмейтін, мынау бірнеше 4 кішкентай қасық міне көрсете қояйын. Неге арналғанын мен білмеймін. 2 үлкен қасық. Тағы да кеткен, оны да білмеймін. Білемін, мына қасықпен сорпа ішетінін білемін. Бірақ не істейді Сая? 2 қасық, яғни 2 вилка. Қараңыздар, мұна вилка неге екенін білмеймін. Мұна мен салатта жеуге болады,
мынамен сая айтпақшы, еш уақытта мантыны кесуге болмайды дегенді естідім. Так что естіңіздер, тыңдаңыздар, бөлісіңіздер. Осы ыдыс аяқтан бастасақ, дастархан этикетінен бастасақ. Жақсы. Ас адамның арқауы дейді. Әйелдің, қыз баланың шешесіне қарап қызына, аяғына қарап асын іштемейді дейді қазақта. Сондықтан әйел адам көп сөйлеудің қажеті жоқ әйелге. Әйел адам үйге келген қонақты қалай қарсы алатын болса, барлық өзінің мінез құлқын, осы өзінің көрінісі, дастархан жаюы, ас беруі, ыдыс аяғы, осының барлығын сәнді, әдемілеп, адамға қонақты ерекше күте алу арқылы өзінің мінез құлқын білдіреді екен. Сондықтан қазақта еш уақытта дастарханға немқұрайлы қарамаған. Қазақ әлем бойынша өте қонақжай, ең қонақжай жағынан ең ерекше ұлт болып табыламыз. Сондықтан қонаққа өте қатты мән береміз біз. Мойындай. Қонақ емес, ең алдыменен біз өзімізге дастархан жаюды дұрыс үйреніп алуымыз қажетпіз. Қонақ үшін емес, ол өзіміз үшін. Өзімізді қалай құрметтейтін болсақ, бізді де қоршаған ортамыз солай құрметтейді. Дастархан жаятын кезде әрине өте орынды айтасыз. Ең алдымен бізде дастарханда тек қана пышақ, шанышқы, немесе көп жағдайда қойылатын шанышқы, үлкен қасық, кішкентай қасық. Осы үш-ақ аспап қана қойылады. Неліктен? Мынау шанышқы. Шанышқының да бірнеше түрі бар. Қайсысын пайдаланған? Сіздің, міне қараңыз, сіздің көрсетіп отырған шанышқыңыз мына екі шанышқы. Мына шанышқы, қыздар, айналы түрде сіздерге теріс көрініп отыр, мына менің оң қолым. Дұрыс түсініп алыңыздар, иә? Мына менің оң қолым. Оң қолыңызды көрсетіңізші, Ләйлә ханым. Оң қолыңыз, мынау менің оң қолым. Дұрыс түсініп алыңыздар. Шанышқы, демек, жұп заттардың барлығы екі жаққа бөлініп жайылады. Жұп дегеніміз не? Ол пышақ және шанышқы деген дүниелер. Ал тақ заттардың барлығы тек оң жақта болады. Ешқандай да бұл жерде қиын нәрсе жоқ. Тек қана логикамен байланыстырып отыратын болса, еш уақытта біз шатыспаймыз. Сіздің ұстап отырғаныңыз екі шанышқы, мынадай, міне қараңғы неге көрсетейін. Бір шанышқы ұзын болып келеді. Оның тістері бір келкі болып келеді. Ол бізде етке арналған шанышқы. Міне менің оң қолымда, көріп тұрсыздар ғой. Иә, мынау оң қолымыздағы шанышқы етке арналған шанышқы. Ол ұзын, кәдімгідей үлкен шанышқы болып келеді. Екінші шанышқы тура сол секілді, бірақ жалпақтау және ортасында ойығы болады оның. Және оның тістері қысқаша келеді. Ол кішкене қасыққа ұқсас келеді, жалпақтау. Ол балыққа арналған шанышқы. Біздің етке балықтың шанышқысы ол. Дұрыс, мынау балықтың шанышқысы, сіздің қолыңыздағы. Етке арналған шанышқының бізде пышағы да бар. Етке арналған пышағы болады. Кәдімгі ол көзіміз үйренген пышақ. Бұл екеуі жұп болып табылғандықтан біз екі жаққа оны бөліп жаямыз. Оң қолымызға пышақты қоямыз, сол қолымызға шанышқыны қоямыз. Енді балықтың шанышқысы мынадай болатынын біз түсіндік. Демек, балықтың пышағы да болады. Балықтың пышағы тура еттің пышағы секілді өткір емес. Балықтың пышағы кәдімгі қасық секілді мынадай өтпейтін болып келеді. Қолыңызбен ұстасаңыз, қолыңыз кесілмейді. Неліктен? Себебі балық болбыр болып келеді, жұмсақ болып келеді. Ет секілді қатты болмайды. Балықтың пышағыменен біз балықты бұлай кеспейміз. Тек қана біз балығымызды ұстап қана демеп тұрамыз. Шанышқымызбенен суырып алып жейміз. Демек, балықтың пышағында еттің пышағының жанына оң жаққа қоямыз. Шанышқыны сол жағымызға қоямыз. Қалған бізде мына жерде не көріп тұрмыз? Мына жерде аспаптарыңызды көрсетіңізші, Ләйлә ханым. Сізде ұстап отырғаныңыз үлкен қасық және мынандай домалақ қасық. Дұрыс қой? Үлкен қасықта, домалақ қасықта бұл жұп емес, бұлардың барлығы тақ, сондықтан біз барлығын оң жаққа қарай жаямыз. Енді екеуін қатар қоямыз. Қазір қою реттілігін айтам. Қазір біз бөліп алайық. Не қай жақта тұратын анықтап алайық. Енді тағы да сізде қасық бар, мынандай болу керек. Үш қасық сізде.
Міне сізде мынандай 3 қасық. Мына қасығымыз енді түсінікті, бұл шай қасығы, шайға арналған қасық. Қасықтардың ішіндегі ең үлкені шай қасық. Үлкені шай қасық, дұрыс айтасыз. Ол да тақ болғандықтан оны қайда қоямыз? Оң жаққа қоямыз. Оң жаққа. Келесі бізде мынадай бір қалақша секілді қасық. 4 бұрыш басы. 4 бұрыш басы, жалпақ келген басы. Бір шоп тастаған секілді. Күрек секілді басы. Ол қасықты қалған аспаптардың барлығын біз оң жаққа қоямыз, себебі олар тақ. Демек, мына қасық бізде уылдырыққа арналған қасық. Мен білмедім. Оң жаққа қоямыз. Демек, келесі бізде кішкентай шанышқы мен кішкентай қасық қалды. Кішкентай қасық, 10 сантиметр. Кішкентай ғана қасық. Бұл десертке арналған қасық және десертке арналған шанышқы. Неге оның біреуі қасық, біреуі шанышқы? Себебі жұмса, болбыр десерттерге, балмұздақ секілді десерттерді біз қасықпенен жейміз. Ал қатты десерттерді біз шанышқымен қадап жейміз. Яғни қатты десерттердің ішіне чизкейктің сыртындағы қамыры деген сияқты, иә? Сыртындағы қатты жері кіреді, жатады. Және мысалы Наполеон торты, Наполеон тортын қасықпен кесіп жеуге ыңғайсыз. Сондықтан вилка болу керек, кішкентай болса, иә? Яғни мен Саяның қолында, достар, байқасаңыздар, кішкентай вилка бар, менің қолымда кішкентай вилка жоқ. Қазір мен сервистің ішінен тауып ала қояйын. Сонда түсінікті болады. 100% сонда бұл аяқталған іс болады. Ол рецептордың жиынтығы болса, ол сізде бар. Міне таптым. Міне. Енді біз бұны жоғарғы жаққа қоямыз. Бірақ жоғарғы жаққа бір-біріне қиғаш қоямыз. Оң қолымызбен қасықты алатын болғандықтан, біз десерттік қасықтың бағытын солға қаратып қоямыз, ал сол қолымызбен шанышқыны ұстайтын болғандықтан, шанышқының бағытын оңға қаратып қоямыз. Екеуін бұлай параллель түрде, валет күйінде жоғары қаратып, жоғары жаққа қоямыз. Неліктен жоғары? Себебі оң жаққа барлығын тізбектеп жинайтын болсақ, бізге ыңғайсыз болады. Бұлай кетіп қалады, көршінің территориясына еніп кеткендей болады. Сол себепті біз енді анықтап алдық. Ненің қай жақта тұратынын. Енді ара қашықтық қандай болу керек дастархан шетінен? Ара қашықтығымыз біздің 2 саусақтық ара қашықтықта болу керек. Бұрынғы заманда сантиметр деген нәрсені әлі білмеген кезде осы дастарханға элегантты, дұрыс дастархан жаюды үйреніп алған болатын. Бізге жалпы этикет Франциядан келген. Себебі әлемдік фэшн индустриясы, сұлулық, сән әлемінің қайнар көзі Франция болып табылғандықтан, әдептің де, этикеттің де қайнар көзі Франция. Король Людовик 14-ден басталып келеді. Сондықтан біз жаңағы ұстанатын ережеміз, ең басты қайнар көзі шыққан ережені ұстанамыз. Себебі біздің қазақтың менталитетіне, біздің қазақтың этикетіне өте жақын келеді. Және де жер бетінде кез келген мемлекеттер, сіздер Франция этикетін ұстанатын болсаңыздар, еш уақытта ол қате болып саналмайды. Енді негізгі тарелкамыз біздің, негізгі ыдысымыз, дастарханның шетінен 2 сантиметрлік ара қашықтықта қойылу керек. Демек, 2 саусақтық ара қашықтықта. Енді мына біздің аспаптарымыз қандай реттілікпен қойылады, оны қалай қоямыз? Дастарханның шетінен, біздің қасықтарымыз 2 және 5 сантиметрлік ара қашықтықта қойылуға рұқсат етіледі. 2 сантиметр етіп қойсақ та болады. 5 сантиметр етіп қойсақ та болады. Бірақ бұл жерде мен сіздерге қазір айтайын, шатыспас үшін 2 сантиметр меді, 5 сантиметр меді деп шатысып жатпас үшін логика. Этикетті тек қана логикамен байланыстыратын болсақ, бұл велосипедті бір рет айдауды үйреніп алу секілді. Бір үйреніп алсаңыздар, өмір бойы сіздер оны ұмытпайсыздар. Мына біздің негізгі тарелкамыздың ішінде екінші тағамға арналған тарелка жатады. Осы тарелканың бір деңгейіне орналастыратын болсаңыздар, дәл тура орналастырған болып табылады. Қазір көрсетейін. Қараңыздар, қыздар, жақынырақ келейік. Менде постановочная тарелка бар. Яғни бұл кейбір адамдар мұны қояды, кейбір адамдар. Қазір Саяның алдында постановочный тарелка жоқ қой деймін. Сондықтан мен оны түсінікті болсын, міне 2 тарелка. Енді қараңыздар,
Менің түсінгенім 2 сантиметр мына жақтан сәл көтеріп. Иә, 2 сантиметр болу керек мына жерден, шетінен, дастархан шетінен. 2 мен 5 сантиметр аралық көрінбейді, Дина. Ал қасықтар болса 5 сантиметрлік ара қашықтықта, немесе мына 4 саусағыңызды қойсаңыз 5 сантиметр болады. Осы мына алақаныңыздай ара қашықтықта. Иә. Қойдым. Мына жер 2, мына жер 5 деп шатысып жатпас үшін қасықтарымыз мына ішкі тарелкамен бір деңгейде болу керек. Міне. Бір деңгейде орналастырсаңыздар, сіздерде еш уақытта қате болып табылмайды. Өте дұрыс болады. Мен обзор жасасам деп отырмын, Сая телефонды қолыма бересің. Кешірім сұраймын, достар, мен кішкене жақындауыма тура келді. Отражаться етіліп жатыр светтің. Енді мен сіздерге менің Саяның айтуы бойынша жасаған міне сервировканы көрсетіп отырмын. Қасықтардың реттілігі, ара қашықтығы дұрыс па? Дұрыс. Қыздар жауап берсінші. Менде комментарий өшіріліп тұр, сол себепті қазір ол кедергі етіп көрсетілмей қалады. Көрсетпей қалады дейсіз бе? Жақсы, уақыттың тапшылығына байланысты. Жақсы. Ондай болатын болса, енді біз бұл жердегі логика, осы шатысып жатпас үшін, қалай болушы еді деп ұмытып қалмас үшін, логикамен байланыстырып отырсаңыздар, еш уақытта ұмытпайсыздар. Қасықтарды біз реттігімен бойынша жаямыз. Ең бірінші біз не ішеміз? Әрине біз бірінші тағам ішеміз. Бірінші ас ішеміз. Бірінші ас ішетін болса, біз міндетті түрде үлкен қасықтан бастаймыз. Енді үлкен қасықты бірінші етіп жаямыз. Енді үлкен қасықты сырттан ішке қарай жайған дұрыс па, жоқ әлде іштен сыртқа қарай жайған дұрыс па? Демек, мен пышақты жылжытамын, қасықты бірінші қоямын деп ойлайсыз, иә? Мысалы. Иә. Осылай көп жауап беретін бізде сабақта кездесіп жатады. Бұндай жауаптар неліктен? Себебі Советтер одағы кезінде бізді балабақшадан осылай үйреткен болатын. Өзімізден бастап қоямыз деп. Ал жалпы енді қараңыздар, егер де біз мына қасықты өзімізге жақын қоятын болсақ, содан соң пышақты қоятын болсақ, еттің пышағы, балықтың пышағы деп, ең соңында бізде шайдың қасығы қалады, ең шетінде. Демек, аспап, дастархан басынан алынған аспап еш уақытта дастарханға қайта оралмайды. Оны пайдаланып болғаннан соң даяшы оны алып кетеді. Демек, біздің даяшымыз барлық аспаптарды алып кеткен жағдайда, ең соңында біздің неміз қалады, шай қасығымыз қалып қояды. Шай қасығымыз ең шетінде бізден алшақ қалып қалған кезде, ол көршінің территориясына еніп кеткендей болады. Көршіміз екеуміз таласып қалуымыз мүмкін. Кімнің қасығы, менің қасығым ба, сенің қасығың ба деп. Сол себепті логикамен байланыстырған кезде бізге іштен сыртқа қарай емес, сырттан ішке қарай жайғанымыз ыңғайлы екен. Сондықтан этикет бойынша біз аспаптарды сырттан ішке қарай жаямыз. Демек, қазір аспаптарды қоюды үйрендік. Бірінші сорпаны іштік делік, сорпаны кетті тарелкасын, ол жуылып қайтадан үстел басына келмеу керек. Тарелка ма? Иә. Кейде бір тарелка, мысалы, мынаған салат желінеді, содан кейін тортқа қайтып жуып әкелуі мүмкін. Сол дұрыс па? Ауыстыруға болады? Жоқ, тортқа арнайы, егер де, мысалы, мына тарелканы алып кетті, бірінші ас ішіп болынды, тарелканы алып кетті. Тағы да маған басқа бірінші ас алып келетін болса, онда болады. Ал, мысалы, бірінші тарелка емес, екінші туралы айтайықшы. Екінші тарелкамызбен салат жеп болдық. Тарелкамызды алып кетті. Міндетті түрде онда таза тарелка келу керек. Тарелканы алып келген кезде, міндетті түрде бізге оң жақтан алып келеді, сол жақтан алып кетеді. Оң жақтан алып келеді. Оң жақтан алып келеді, сол жақтан алып кетеді. Тарелканы алып келген кезде, бізге жалпы тағам алып келген кезде, даяшының алдында иіліп тұрып, даяшы бізге қоюына иіліп, біз көмек жасамаймыз. Содан соң даяшыға орынсыз бетіне қарап, рахмет деп айта бермейміз. Даяшы алып кететін кезде, мәңіз деп қол жалғап көмектесіп жатпаймыз. Неліктен? Себебі ең басты біздің міндетіміз салиқалы өзімізді ұстауды үйрену. Даяшы өзінің қызметін жасап жатыр. Әсіресе қонаққа барғанда да қыздардың әдетке салып жіберетіні бар. Қонаққа барған кезде үзіліс деп жариялайтын болса, тұрып тарелкаларды жинап, тіптен ас бөлмесіне барып ыдыс жуысып кететіндер бар. Оны бірі жақтырады, бірі жақтырмайды, қажет емес.
қонаққа сіз қонақ ретінде, сыйлы құрметті қонақ ретінде келдіңіз бе, қонақ ретінде отырғаныңыз абзал. Егер ол үйде қожайынның көмек беретін адамы бар болатын болса, онда ол үйдің дастархан басына тіптен кеселерін былай құйып пысық болып келетін әйелдер бар бізде. Олай жасаудың қажеті жоқ. Егер де қожайынның үлгермей жатқанын көрсеңіз, онда рұқсатын сұрап көмек беруіңізге болады. Ал дастархан басынан үзіліс кезінде алып, тарелкаларды жинап, бір-біріне салып, осы сол үйдің бір көмекшісі секілді әрекет жасаудан қажеті жоқ. Ең басты ереже өзімізді салиқалы ұстауды үйрену. Және мейрамханаға келгендегі ең бірінші қателікті айтайын ба қыздар? Біздің Советтер одағының қазіргі тмд елдерінің тұрғындар екенімізді бізден бірден білдіріп жіберетін дүние, салфетканы алып, мейрамханаға келгенде салфетканы алып, қағаз салфетканы алып, қасықтарды сүртіп отырады. Ол мүлдем жасалуға болмайтын дүние. Не деген сөз ол? Сіздердің салфетканы алып, қасықтарды сүртіп отырады. Кірген бойда қасықтарды сүртіп отырады. Болмайды. Онымен біз не айтқымыз келеді? Сіздердің қасықтарыңыз таза емес дегенді білдіреді. Ол қасықтар күніне бірнеше рет жуылады. Егер ол жуылмайтын антисанитарлы кафе болатын болса, онда сізге ұнамай тұратын болса, тазалығы аспабының, онда оны ауыстырып беруді сұраныңыз. Бірақ сүртіп отыру емес. Сүртіп отыру деген ол тек әдет. Ол бір рабайсыз әдет. Қазіргі заманауи қалыптасқан. Сондықтан салфеткаменен ыдыстарды сүртпеңіздер. Ол нені білдіреді? Қонаққа келгенде сіздің үйіңізге қонақ келіп, сіздің ыдысыңызды сүртіп отырса қалай қарайсыз? Ол да тура сондай. Мейрамхананың қожайынына көрсеткен құрметсіздік болып тұрады. Тағы да бір дұрыс емес нәрсе шығар. Менің қолымда стакан жоқ. Мына жерде бір стакан болатын болса, бере қойыңдаршы қыздар, мен көрсетейін. Бүгін достар біз үлгермейміз стакандардың қойылуымен олардың туралы айтуды, оны біз практикум сабақта көрсетеміз. Жай ғана су ішетін стакан. Қонаққа барғанда тағы да менің бір байқайтыным. Қонақтың стаканын светке қарап, тазама, кірма, кіремес пе екенін қарап отырады. Қонақтың стаканын тұрмақ әйелдердің арасында кездесіп жатады, ыдысты төңкеріп, оның фирмасын қарап отырады. О, цептір екен деп. Өте рабайсыз дүние. Қыздар керек емес. Ондай нәрсе жасамаңыздар. Сіздердің сондай титтей ғана қылықтарыңыз, сіздердің бүкіл сұлулықтарыңызды, бүкіл дайындықтарыңызды, бүкіл білімдеріңізді, элеганттылықтарыңыздың барлығын бірде жойып жіберуі мүмкін. Сондықтан әрбір қылығымызға, әрбір әрекетімізге тәк-тәк осы қадағалап отырып, тәк-тәк ие болып, қаттал түрде өзімізді, қаттаң түрде қадағалап отыруымыз қажетпіз. Құрметті, мен кішкене тоқтала кетейін. Құрметті қыз-келіншектер, егер біздің тікелей эфирімізге қазір қосылған болсаңыздар, сәл артық ұстай қойсақ, дәл қазір қосылған болсаңыздар, дастархан этикеті туралы бүгін айтып отырмыз. Және де этикетін біздің елімізде негізін қалаушы, этикет мектебінің негізін қалаушы Сая жеткізіп отыр. Қазірдің өзінде біздің осы тікелей осы уақытқа дейін біз тек қана аспаптарды қайсын қай жерге қою керек екенін ғана үйрендік. Ендігі үлкен мәселе, міне менің қолымда бірнеше салфетка. Мен анық көрсетейін. Мынау қағаз салфетка. Мынау мынау сүлгі сияқты енді. Жүп жұмсақ, махровый. Мынау жұқа, міне, именной. Бұл неге арналған өзім білмеймін. Қазір осының барлығы. Мынау қағаз салфетка. Міне көрсетейін. Қыздар формат екен білмеймін. Бейнесі. Және мынадай үлкен салфетка. Мен үйімдегі барлық салфетканы алып шықтым. Матасы бар, қағазы бар, махровый халат сияқтысы бар, білмеймін, дөңгелек кесілгені бар, міне шешеті әдемі оюланып. Маманнан сұрайық. Қазіргі менің дастарханыма мына салфетканың қайсы қойылуы тиіс? Біз қандай қателіктерді жиі жіберіп жүрміз? Және де мынаның ішінде салфетка деген атауға келмейтіні де бар шығар. Сайхан, бөліссеңіз. Рет-ретмен тоқталайық. Мына не үшін? Мынау қағаз салфетка. Қыздар, міне көрсетем. Қатты двойной, тройной емес. Міне двойной, тройной емес. Двойной міне. Сіздерге көрейік. Двойной екен. Қағаз салфетка. Не үшін екенін білмеймін. Неге арнасы? Жалпы
мына текстильді салфетка, бұл салфеткалардың арасында сізде дұрыс емес деген салфетка жоқ. Салфетканың барлығы дұрыс. Себебі барлық салфеткалардың орындайтын қызметі бір ғана мақсат сіздің киіміңізді бұлғамай сақтап қалу. Текстильді салфеткалардың міндеті. Текстильді салфетка демек мата салфеткалар. Мата салфеткамен еш уақытта аузымызды сүртіп, текстильді салфеткада далаптың, опаның іздерін қалдыруға болмайды. Әсіресе тамақтың іздерін қалдыруға болмайды. Мына стаканымыздың шетінде қалай далаптың, опаның іздерін қалдырмайтын болсақ, дәл солай текстильді салфеткада біз із қалдыруымызға рұқсат етілмеген. Бұл салфетка не үшін? Бұның қызметі біздің киімімізді сақтап қалу. Текстильді салфетканы біз тек алдымызға ғана жайып қоямыз. Екі бүктеп жаям ба, сая бірден сұрай кетейін. Қалай жаямын алдыма? Осы күйінше қоясың. Алдымызға жайған кезде екіге бүктеп жаямыз, тұйығын өзімізге қаратып жаямыз. Қазақта сөз бар. Көрпенің тұйығын төрге қаратып жаяды дейді. Тура сол секілді. Бүктелген жерін, тұйық жағын өзімізге қаратып жаямыз. Мына ашық жағын алдыға қаратып, тіземізге қаратып жаямыз. Не қойдық. Мен салфетка қоя алмайын, тым кішкентай. Неге арналған түсінбей отырмын. Бұл махровый, қарасаңыздар, қап-қалың. Бұл махровый салфетка көп жағдайда бұндай салфеткаларды мына теңіз тағамдарын тартқан кезде береді. Бұны сулап, ыстық суға булап, қатты кәдімгідей мына престеп алып келеді. Сондай қолды тазартып сүртуге арналған өте ыңғайлы, сулы кезінде қолдың майын жақсы алатын. Мен онда тура осындай өтініш айта қояйын. Қыздар, мен тағы да қайталай қояйын, анықтап естіп алыңыздар. Егер үйлеріңізде мынаны маған кәдімгідей кухняға арналған салфетка деп сатты дүкенде, мен алып келіп алдым. Неге арналған өмірімде бірінші рет естіп тұрмын Саяның арқасында. Демек, бұл қолмен балық жеуге бола ма? Сазан қуырылған мысалы. Балықты қолмен жемейміз. Жақсы, бұл дегеніміз қатты ыстып, мен қазір ыстық суға малып әкеп, сығып әкеп қояды. Сығып әкелудің де жөні бар. Мен қазір қыздарға айта қояйын, алуа, мынаны қатты біз теңіз тағамдарын жеген кезде міндетті түрде қолымызды жуып алуымыз керекпіз. Себебі оған арнайы Жапонияға баратын болсаңыздар, міндетті түрде сіздерге алдарыңызға арнайы үлкен біздің сорпа ішетін кесе секілді сондай ыдыспенен су алып келеді. Біздің Қазақстаннан, ТМД елдерінен барған адамдар, оны білмейтін адамдар бірден әдет бойынша ол суды ішіп қояды. Ол суды ішуге болмайды. Кейде ол судың ішіне арома майлар және де кәдімгі раушан гүлдердің жапырақтарын салып әкеледі. Ол суға біз тек қана саусағымыздың ұшын салып қана жуып аламыз қолымызда. Содан соң дәл жаңағы сіздің махровый салфеткаңыз секілді салфеткаменен қолымызды сүртеміз. Ыстық суға малып әкелдім. Мұны кезде береді және де қалай әкеп береді? Бұны мен сізге айтайын. Мен өзім қандай кезде пайдаланам және қандай кезде пайдалануға кеңес берем. Қонақ шақырған кезде, ет тартқанда, етті турайтын, немесе етті жеп отырған үлкен кісілерге жілік сыбаға тартылған кезде қолдарын сүртуге алдарына осылай тартсаңыз болады. Орап, оны жаңағыдай ыдыспенен алып келіп қасына қойсаңыз, ол кісі сізге өте риза болады. Өте қандай керемет, қараңыздаршы. Ет турап болғаннан кейін сол қонақтың алдына, қасына әкеп осылай сулап, ыстық суға сулап, жақсылап сығып әкеп қойсаңыз, ол сізге өте риза болады. Екі салфетканың функциясын түсіндік, қыздар, қараңыздар. Неге арналған мынадай салфетка және де мынадай салфетка менің алдымда. Енді қалған 3 салфетка қалды. Бұл бірі мынадай текстиль. Текстиль салфетка. Салфеткалардың түрлері көп. Салфетканы біз дастарханның дизайны бойынша түрлі етіп ауыстыруымызға болады. Қолыңызда қағаз салфетка ма сіздің? Мата, текстиль. Мата, мата салфетка болса, оның міндеті алдыға төсеп, оны жаңа киімімізді сақтап қалу. Енді отырғанға дейін көрсете қояйын, міне. Менің алдымда осыған дейін ақ салфетка болған, міне. Егер бұл өте қысқа деген болсаңыздар, міне тұйық жағын өзіме қаратып ұстадым. Егер бұл қысқа болса, міне одан сәл үлкені бар, оның тұйық жағын өзіме қаратып, міне алдыма осылай қойып қойдым. Екеуі.
Қағаз салфеткалардың функциясына келейік. Қағаз салфетканың да түрі бар. Енді қағаз салфеткалардың функциясы. Сізде бір қағаз салфетка декор ретінде бір ромашка гүл тәріздес етіп кесіліп жасалған, иә? Ол тек қана декорация үшін, әдемілік, сәндік үшін. Бұл салфеткаларды кейде дәл осы салфетканы, мысалы, тарелкалардың арасына салады. Бұл декор үшін жасалған сәнділік. Оның бір домалақ болуы, немесе төртбұрышты болуының бір функциялары жоқ. Бұлардың қағаз салфеткалардың барлығының функциясы бір ғана: ауызды тазалап сүрту. Қолымызды, аузымызды тазалап сүрту. Біз жаңағы текстильді салфеткаға егерде із қалдырмайтын болса, ендеше қағаз салфеткасымен ғана пайдалана аламыз. Демек, ол төртбұрышты болсын. Сүртілген салфетканы қай жерге қою керек? Сүртіліп болған салфетканы біз сол жағымызға қоямыз. Себебі, неліктен сол жаққа? Себебі асымызды қай жақтан алып келеді дедік біз? Трапезаның басына дейін асты оң жақтан алып келеді, ал трапезаның соңында ас ішіп болдым дегенді білдірген кезде сол жақтан алып кетеді. Сондықтан пайдаланып болған салфетканы біз сол жаққа қоямыз. Бірақ ол салфетканы мұжып емес, кішкене бүктеп, жинаңқырап етіп қойып қоямыз. Мен бірден сұрақ қойсам, қаншалықты дұрыс пайдаланған салфетканы алып кететін тамақтың үстіне мұжып, осылай қоя салған? Сөйтіп бірге алып кетеді. Дұрыс емес. Салфетканы пайдаланып болғаннан кейін тарелканың ішіне салуға болмайды. Неліктен? Себебі орыстарда өте жақсы сөз бар. В пепельнице должен находиться пепел. В тарелке, в блюдце должно находиться блюдо. А салфетница должна иметь свое место. Демек, біз жаңағы шылымның қоқысын тарелкаға сала алмаймыз ғой, тура сол секілді. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Біздің тарелкаларымыз, аспаптарымыз, ыдыстарымыз не үшін арналған? Басқа нәрсе емес, тек тағам үшін арналған. Сондықтан тарелкамыздың ішінде тағам болады. Ал пайдаланған салфетканы мұжып тарелкаға біз салуымызға рұқсат етілмейді. Соңғы сұрақ салфеткаға байланысты. Сая, менің қолымда, мен көп үйлерден қонақта байқаймын. Қыздар, сіздер де байқап жүрген шығарсыздар. Формасы және де көлемі жағынан үлкенірек осындай қағаз салфеткалар. Бұлай ұстасаңыз кәдімгі қағаз сияқты, бірақ сапасы өте мықты. Мұндай салфеткаларға кейде жеп отырған тамағыңды аузыңды сүрту кішкене ыңғайсыздық туғызады. Сол себепті Сол себепті барлық кезде байқаймын, мұндай салфетканы сән үшін қойып қояды. Бұлай тарелканың астына, болмаса бұлай гүлдеп мына жерге бір пароход сияқты бірдеңе жасап қояды. Қаншалықты осы дұрыс? Мен қазір тағы да содан кейін мынадай обычный кішкентай салфетка бар. Жанның рахаты, пайдалануға да ыңғайлы, лақтырып. Себебі пайдаланғанға өте ыңғайлы. Екі салфетканың да функциясы бір ғана. Екеуі де бірдей. Оны анау мынаған, мынау анаған арналған деп айтпаймыз. Себебі ол қағаз. Қағаз деген нәрсе бір рет пайдаланатын деген сөз. Бірақ сондықтан мен мынаның 12 штугын 1500 теңгеге аламын, мынаның 50 штугын мен 500 теңгеге аламын. Енді қонақ қайсысын пайдаланған жөн? Қонақтың құрметті екеніне байланысты ма? Ол қандай қонақ келетініне байланысты пайдаланам ба? Негізі бізде қазақта қонаққа ең әдемісін қояды. Ол тек бізде ең басты біздің қазаққа тән қасиет. Сондықтан тіптен бұл тек қана салфеткаға ғана қатысты емес. Басқа да бір рет пайдаланатын қағаздан жасалған құралдарға да қатысты нәрсе. Сондықтан қонаққа қандай салфетканы қою өзіңіздің талғамыңызда. Әрине, бәрімізде қонаққа әдемісін қоюға тырысамыз. Онда барлығы түсінікті болды. Құда күтсеңіз де, сырға салу болса да, үйіңізде құдалық болса да, көршіңіз келсе де, бар тәуірлерімізді үйде де пайдаланыңыздар. Енді ыңғайлық және де бағасы жағынан мына салфеткалар арзан болған соң, ол салфетканы күнделікті үйде пайдалануға болады. Қазақта сөз бар, қонағыңды құдайыңдай күт дейді. Себебі қонақ келген кезде 40-тың бірі қыдыр дейді. Сол бір ғана 40 қыдырдың бірін ғана жеп қояды екен де, қалған 39 берекесін сол шаңыраққа қалдырып кетеді екен. Сондықтан қонақты барынша күтуге тырысамыз. Сая,
Көп рахмет. Енді мен қыздар өзімнің үйімдегі жағдайды айтайын. Сіздердің де үйлеріңізде жағдай осындай шығар. Себебі саяның біз 30 минуты сәл асып кетті. Бізде барлығы уақыт бойынша өлшенген. Құнды ақпаратпен бөлісті. Ешқандай вада жоқ. Көрдіңіздер ғой? Практикум сабақта да осындай болады. Яғни барлығы практикалық көзбен көріп, қолыңызбен ұстап, өзіңіз қайталайтындай болады. Құр сөз естігеннен гөрі сая осының барлығын көрсетпей жасаған болса, сіз шыдамай кетіп қалған болар едіңіз. Басында 100 адам отырса, қазір 500 адам отыр. Мұның өзі не білдіреді? Демек, біздің сабақтарымыз өте пайдалы екенін білдіреді. Біздің үйдегі жағдай, менің таңдауым арзан 50 штугы бар ішіндегі мына салфетка болғанмен, бұл 4 күнде жоқ болады, ал мынау қымбат 1500 теңгелік салфетка бір қонақ күткеннен кейін келесіге 12 штуктың 7-еуі сол қалпында бұзылмаған күйі келесі қонақ күтуге қарай өтіп кетеді. Енді ары қарай өзіңіз экономика, яғни үнемдеу жағынан және де ақша жағынан санап көріңіз. Қайсы сізге тиімді екенін. Осымен біз... Себебі адам трапезаның басынан аяғына дейін жаңағы кішкентай салфеткадан бірнешеуін пайдаланып тастайды. Тастай береді. Ал жаңағы үлкен салфетканың басынан аяғына дейін сол біреуменен пайдалануына болады. Құрметті қыз келіншектер, егер біздің осы сабағымыз өте пайдалы болса, мен қазір біраз уақыттан кейін комментарийді ашамын. Саядан енді жағымды жаңалық, Саяның сіздермен бөлісер өзінің бір сыйлығы бар. Қазір айта кетсең, Сая? Сыйлығым сіздерге, Ләйлә ханым, сіздің оқырмандарыңызға, марафонға қосқан қыздарға менің сіздерге кішкентай бір сабағымды тегін сіздерге ұсынамын, беремін. Мейрамханаға келгенде, зиялы ортаға келгенде, қалай өту керектігін, кімге кім жол беретіні жайлы, гардеробтың алдына келгенде, гардеробшы тіптен әйел адамға қарап, оның мына киімінің жағасында ілмегі бар ма, жоқ па, жүрісінен қарап анықтап алады екен деп ағылшындардың арасында сондай сөз бар. Сондықтан гардеробшының алдында өзімізді элегантты ұстауды, киімді қалай өткізу керек, кімге кім жол береді, есіктің қасында кептелісте тұрып қалған кезде қалай өтуіміз керекпіз. Соның барлығы айтылған сіздерге сабақты мен сыйлық ретінде беремін. Саяға алғысымызды білдірейік. Білесіздер ме, мен не үйренгім келіп отыр? Ең қатты үйренгім келетін нәрсе, енді... Ой, кешірім сұрайын. Телефоныма дейін үйренгісі келіп кетті ғой деймін. Стақандардың әлемі мен үшін бір құпия әлем, бір ғажайып әлем. Мен бір отырыстарға барғанда стөл үстінде 6-7 көрем. Шатасам, құдай-ау, мынау стақанның қайсысына шарап құяды, қайсысына қымыз құяды, қазір қымыз құятын стақандарға дейін бар. Қайсысына сыра құяды, қайсысына су құяды, қайсысына шампан құяды, қайсысына арақ құяды, қайсысына виски құяды. Ханым, мыңда бір алғыс. Ләйлә ханым, сізге де менің алғысым шексіз. Қыздардан өтінерім, тек қонақта ғана емес. Бір мезгіл үйде балаларға, отбасының ішінде күйеу алдында элегантты, әдемі болып, еркелеп, майысып, мерекелік дастархан жаюды әдетке айналдырыңыздар. Себебі балалардың да түсінігі бойынша тек қонақ келгенде ғана мамамыз әдемі ыдысты шығарады деген түсінік қалыптаспау керек. Бала кішкентай күнінен үйде қандай ыдыспенен тамақ ішіп үйренген болатын болса, өскенде де қыз бала соны болашақта өзі үйінде жасайтын болады, ал ер азамат отбасында соны әйелінен талап ететін болады. Балаңызды кішкентайынан хан тәріздес етіп дастарханға үйреткеніңіз өзіңізге ұнай ма, әлде қарапайым, шеті сынып, ескі ыдыстармен тамақ ішіп үйреткені ұнай ма? Әрине, мен ойлаймын, барлық қазақтың аналары баласының хан болғанын армандайды деп, патшайым болғанын, қыздарының, ұлының патша болғанын, соған лайық етіп тәрбиелесе, әрине, ананың тілегі әрдайым қабыл болмақ. Ниеттеріңізге Құдай тағала береке берсін, тілектеріңіздің барлығын қабыл етсін. Ең басты жаңағы этикеттің ұстанатын ережесі анасының ниеті, анасының тілегі. Орыстарда өте жақсы сөз бар. Адамдар жалпы ойлайды, ой, дастарханды әдемі жаю үшін ақша керек, басқа керек деп. Орыстарда өте жақсы сөз бар. Если женщине не хватает денег, значит, женщине не хватает фантазии. Сондықтан қыздар барлығы өздеріңіздің қолдарыңызда. Ләйлә ханым, сізге үлкен рахмет.
Сая Абдығали болды. Бізде этикет мектебінің негізін қалаушы біздің елімізде. Айтатын әңгіме өте көп, көрсететін практикалық сабақта оның барлығын қалғанын көрсетеміз. Қазір жарты сағат емес, біз 45 минут Саямен сұхбаттастық. Біз 45 минут Саяны ұрлап алдық. Сіздерге шет жағасы үшін ғана. Оның үстіне дастарханда әлі біз білмейтін құпия дүниелер өте көп. Ол қандай гүл қойғаным абзал, қай гүл қандай гүлмен сәйкес келеді. Дастарханыңыздағы ыдыстың түсіне пиона қойғаныңыз жақсы ма? Мысалы, мен қазір пиона тұр. Жоқ, ол жерде роза тұрғаны дұрыс па? Қыздар, сіздер әдемі болып, қылықты болып, нәзік болып, дастарханыңыз әдемі болатын болса, көз алдыңызға елестетіңіз, сіздің үйіңізге қонақта келгіш болады, сіздің үйіңізге күйеуіңіз қонақты шақырғыш та болады. А ол не дегеніміз? Ол дегеніміз қонақ өзімен бірге құт берекені алып келеді деген сөз. Рахмет сізге, Сая. Рахмет сіздерге. Мен Саяға алғысымды білдіремін. Міне достар, шет жағасын көрсеттік.